Сағындық әкесіне ашумен қарады. Қаны басына шауып, ашуланып тұрғаны бетінен көрініп тұр еді. Сенің ойдан шығарған қызыңды не үшін тапқың келетінін мен жақсы білемін. Сенің менен көңілің қалған, сол себепті қызыңды тауып алғың келеді. Ол менен әлде қайда жақсы деп ойлайсың ғой. Ерлан Қонысбайұлының түрі бозарып біресе ағарып кетті. Ұлының сөздері Ерлан Қонысбайұлының жүрегіне қанжардай қадалды. Диана Сағындықтың әкесінің асына немесе сусынына ештеңе қосып жүрмегеніне көзі жетті. Ол ауыр сөздермен оның жағдайын нашарлатып кететінін түсінді. Әкесімен ұлы тағы біраз сөйлескеннен кейін Ерлан Қонысбайұлы қомақты қаражатты Сағындыққа табыстады. Жартысы іздестірумен айналысып жүрген детективтерге болса, жартысы Сағындықтың өзіне. Әкесінің қызын іздеуді ұйымдастырып жүрген үшін төленіп отырған жалақы. Сағындық үйден шығып кетті. Біраздан соң Диана Ерлан Қонысбайұлының жанына барды. Ерлан Қонысбайұлы әдеттегідей Сағындық кеткеннен кейін көңіл күйі түсіп, терезеге телміріп қарап, ұзақ ойға шомылып отыр. 1-2 сағатта бұл кісі 10 жылға қартайып кеткендей көрінді. Ерлан Қонысбайұлы ұйықтап жатқан адамның кейпінде жатты. Ешкімді көргісі де, естігісі де келмегені анық. Сол себепті өтірік кейіп танытып жатқанын Диана өте жақсы түсінді. Қолында жаңа Сағындық берген сурет. Диана жайлап қана суретті Ерлан Қонысбайұлынан алды. Суретке қарап, Диана тілін жұтып қоя жаздады. Суретте жас келіншек қолында 1-2 жасар қыз баланы көтеріп тұр. Бұл келіншек Диананың анасы болатын, ал қолындағы кішкентай қыз ол Диана еді. Диананың басы ауырып, басы айналып кетті. Суретті жайлап орнына қойып, бөлмеден шығып кетті. Диана бірнеше күн өтсе де әлі Ерлан Қонысбайұлымен сөйлесе алмады. Бірінші Ерлан Қонысбайұлының жағдайы жақсарсын деп жүрді. Содан кейін айтуға оқталғанда ойына ой түсіп өзін тоқтатты. Сондағы ойы Ерлан Қонысбайұлы мен Сағындықтың арасындағы әңгімені заңсыз, рұқсатсыз тыңдағанымды біліп қалатын болды ғой деген ой болатын. Сол кезде не айтам деген ойлар мазалап Диана үнсіз қалды. Бір күні Ерлан Қонысбайұлын ауруханаға 1 айға жатқызатын болды. Бұны естіген Диана айтуға бел буды. Себебі сонша ұзақ жасыру Диананың өзіне де ауыр болатыны Диана да жақсы білді. Үйіне барып, анасынан қалған фотоальбомды алып шықты. Альбомның ішінде Ерлан Қонысбайұлының қолындағы суреттің түпнұсқасы бар болатын. Соны алып Ерлан Қонысбайұлына қайта келді. Рұқсат сұрап бөлмесіне кіріп, Ерлан Қонысбайұлы, менің сізбен өте маңызды тақырыптың аясында сөйлесуім керек деп ашық айтты. Қолындағы суретті Ерлан Қонысбайұлына ұсынып тұрып, сізде де дәл осы суреттің бар екенін көрген болатынмын. Бұл суретте менің анам және мен. Өтініш айтыңызшы, сізде менің анамның және менің суретім қайдан жүр? Ерлан Қонысбайұлының беті әлпеті өзгеріп кетті. Тіл аузы байланып, Диана ерекше тесіле қарады. Қалайша мен бұрын байқамағанмын. Дәл өзі. Екеуміздің түрімізде ұқсайды екен ғой. Шынымен де бұл сен бе? Сен менің қызым болдың ғой. Есіңде ме, мен саған өмірімде қатты сүйген адамым болғанын, Толқын деген қыз туралы айтып беріп едім ғой. Суреттегі сол менің Толқыным. Диананың көзіне жас келді. Шынымен де Диананың анасының аты Толқын болатын. Бірақ Ерлан Қонысбайұлы жас кезінде Толқын атты қызға өлердей ғашық болғанын айтқан кезде Диана өзінің анасы туралы айтып жатыр деп еш ойламапты. Сол атамен жұмыс жасайтын жерде танысқан Ерлан Қонысбайұлы өлердей ғашық болып, өзін тек қана сол қыздың қасында бақытты сезінген Толқын Диананың анасы Толқын еді. Міне Көркеммен ажырасып, Толқынмен үйленемін деп жүргенде аяқ астынан Көркемнің аяғы ауыр екенін естіп, барлығы күрт өзгеріп кеткен еді. Сағындық туылғаннан кейін бірнеше жылдан соң ғана Ерлан Қонысбайұлына хат келді. Хатта келген мекен жайы көрсетілмеген екен. Хатты Толқын жазған екен. Хатта ол өзінің Ерлан Қонысбайұлынан аяғы ауыр болып қалып, өмірге қыз баланы дүниеге алып келгенін жазыпты. Сонымен қатар қазір ол күйеуге шығып, бақытты өмір сүріп жатырғанын да баяндаған екен. Сонымен қатар ол Ерлан Қонысбайұлына өзін және қызын іздемеуін өтініп, тек қызым бар екенін біліп жүрсең болғаны деп өтініште қалдырыпты. Алайда Ерлан Қонысбайұлы Толқынды біраз іздеген екен.
Бұрынғы жұмыстастары оның тұрмысқа шыққандығын, сонымен қатар қазір ол өте бақытты екендігін жеткізіп, Ерлан Қонысбайұлын шарасыз күйде қалдырды. Егер сен менің және Толқынның қызы болсаң, қазір Толқын жоқ болғаны ма? Сен анам қайтыс болды деп айтып едің ғой, менің бәрі есімде. Қандай өкінішті, менің оған қаншама нәрсе айтуым керек еді деп Ерлан Қонысбайұлы көзіне жас алды. Иә, өкінішке орай, анам қайтыс болды. Ерлан Қонысбайұлы қызының суретін алғаннан кейін, қызын іздеп таба алмай өзінің іштей күйігін балалар үйіне барып басып жүрген екен. Қызым, кешірші мені. Мен сені осы уақытқа дейін дұрыс іздемеппін. Мен сені бақытты, толық отбасында тәрбиеленіп, төрт құбыласы түгел болып, іні-сіңлілерімен, анасымен, өгей әкесімен бақытты тұрып жатыр деп ойлады. Тек өлер шағымда ғана сені бір рет болса да көргім келді. Бірақ сенің осындай жағдайда екеніңді мүлде ойламаппын. Кешірші мені деп Диананы құшақтап алды. Сол кезде Диана өзінің арқасынан үлкен қанаттың пайда болғанын сезді. Диананың кеудесін қуаныш кернеді. Осындай ақылды, мейірімді, білімді және еңбекқор кісінің қызы болғанын мақтан тұтып, Аллаға сансыз ризашылығын білдірді. Сені маған Алланың өзі жіберді. Алланың өзі бізді табыстырды. Сағындыққа сені іздетіп, мен ақымақтық жасаппын. Ол мұра екіге бөлініп кетеді деген қорқынышымен сені тіпті дұрыс іздемегенде ғой. Тіпті мүлде іздемеген болса да, мен таң қалмаймын. Бірақ ол сені көріп өзгереді, мен оған сенемін. Себебі ол кішкентайында қарындасының болғанын қатты қалаған еді. Бізде әрдайым арманын жасырмай айтатын еді. Сен сияқты ақылда, көрікті қарындасы табылғанына мен де қуаныштымын. Сағындық үшін енді алаңдамаймын деп Ерлан Қонысбайұлы қуанышын жасыра алмады. Біресе күліп, біресе Толқынды еске алып жылап, екеуі түнімен әңгімелесті. Ертесіне ауруханаға алып кетті. Өмірге деген құлшынысы артып, Ерлан Қонысбайұлы отаны жақсы көтеріп, біршама сауығып кетті. Енді оны алдыда үлкен жұмыс күтіп тұрды, балаларын таныстырып табыстыру. Соңы, құрметті тыңдарман, әңгімеміз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болып, әңгімені соңына дейін тыңдап шығаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да әсерлі, шынайы, жаңа әңгімелер жиі шығып тұратын болатын. Каналға тіркеліп кетіңіз, пікір қалдырып, лайк баса кетсеңіз, шабыттана түсеміз.